Қазтест электронды сертификаттық тестілеуін тапсыру үрдісімен таныстырып өтейік. Тестілеуге жеке куәліктен басқа ешбір затты алып кіруге болмайды, қаламда қажет емес. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және бұзушылықтардың алдын алу мақсатында кіреберісте рамалық және қол металл іздегіштер қолданылады. Кезекшіге жеке куәлікті көрсетіңіз, биометриядан өтіңіз. Отырғызу парағы бойынша өз орныңызға отырыңыз. Тестілеу бағдарламасынан қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі Қазтест таңдаңыз. ЖСН енгізіп, идентификациядан өтіңіз. Тест бастар алдында құлаққап, наушник тағып, құлаққап пен микрофонның жұмысын тексеріңіз де растаймын батырмасын басыңыз. Тестілеу ережесімен танысып, тестті бастаңыз. Қазтест 4 бөліктен тұрады: тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым. Тыңдалым бөлігінде 3 аудиофайл, 20 тапсырма. Тестіленуші аудиофайлдарды тыңдап, аудиофайлдардың мазмұны бойынша берілген тест тапсырмаларының 4 жауап нұсқасынан бір дұрыс жауабын таңдайды. Келесі бөлік оқылым. 4 мәтін, 40 тапсырма. Тестіленуші берілген мәтіндерді оқып, мәтіндердің мазмұны бойынша берілген тест тапсырмаларының 4 жауап нұсқасынан бір дұрыс жауабын таңдайды. Келесі бөлік жазылым. Тестіленуші бір тапсырмада берілген сурет бойынша өз ойын жазады, екінші тапсырмада берілген тақырып бойынша эссе жазады. Тапсырманы пернетақтадан теріп жазу керек. Келесі бөлік айтылым. Тестіленуші микрофон арқылы бірінші тапсырмада әртүрлі тақырыптарда берілген сұрақтарға жауап береді. Екінші тапсырмада ұсынылған тақырып бойынша өз ойын айтып жеткізеді. Екі тапсырмаға микрофон арқылы микрофон белгішесін басып сөйлеп жауап беріп, жазылған аудиожазбаны міндетті түрде тыңдап, сақталғанын тексеріп шығу қажет. Арқаның қызыл изені басы күрдікті барыл, қыдырып шалыр аруана, кәрісі күннің жұрт болса. Тестілеуді кез келген бөліктен бастауға болады. Тестілеуге берілген жалпы уақыт 2 сағат 7 минут. Егер тестіленуші тест тапсырмаларының мазмұны бойынша апелляцияға өтініш бергісі келсе, тапсырмалардың мазмұны бойынша апелляцияға беру батырмасын басу қажет. Егер апелляцияға бермейтін болса, апелляцияға өтініш бермей, тестілеуді аяқтау батырмасын басу қажет. Сәттілік!